Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен негізгі құрамы қаймақ болып табылатын бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырды дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа ұн, қант, қопсытқыш, ванилинді салып жақсылап араластырамыз. Яғни құрғақ ингредиенттерді бірінші біріктіріп алуымыз қажет. Мұздатқыштан қатып тұрған сары майды алып, бүккіштен өткізіп, үстіне саламыз. Сары май мен ұнды осындай әдіспен біріктіреміз, яғни үйкелей отырып біріктіреміз. Сонда қамырымыз үгілмелі болып шығады. Сары майды толық үгітіп алған соң, жұмыртқаны қосып қамыр илейміз. Дайын қамырдың бетін жауып 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Жарты сағат өткен соң тоңазытқыштан қамырымызды алып жаюға кірісеміз. Қамыр өте жұмсақ емес, бірақ оңай жайылады. Осындай жұқалықты жайып аламыз. Енді формаға салып, тегістеп шығамыз. Форманы майлаудың қажеті жоқ. Піскен кезде мұндай қамыр жабыспай оңай алынады. Бұл форманың диаметрі 24 см, биіктігі 6 см. Диаметр 22 см формада пісіруге де болады. Ең бастысы аласа болмауы керек. Қамырды тегістеп, артық жері пышақпен кесіп, әдемі формаға келтіріп алдым. Енді салмасын дайындаймыз. Ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып салып, үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қант толық еруі қажет. Енді қаймақты салып араластырамыз. Қаймақтың кез келген түрін қосуға болады. Менде майлылығы 20% қаймақ. Массамыз бір текті болғанша жақсылап араластырамыз. Миксер пайдаланудың қажеті жоқ, қолмен араластырған дұрыс. Дайындап қойған формаға құямыз. Қызып тұрған пешке саламыз. 150 градустан 1 сағат 5-10 минут пісіреміз. Толық суытып алып, формадан аламыз. Міндетті түрде бөлме температурасына толықтай суытып алыңыз. Ыстықтай күйінде кессеңіз, салмасы ағып кетуі мүмкін. Сметанник дайын. Жасалуы оп-оңай, дәмі де тамаша болып шығатын пирог. Міндетті түрде жасап көріңіз, нәтижесімен бөлісіңіз. Видео ұнаған болса лайк қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі рецепттерді жіберіп алмау үшін міндетті түрде менің арнама жазылып қойыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.